Депозит сөзін естігенде әдетте банкте ашылатын депозит еске түсуі мүмкін. Криптовалюталық биржада депозит сөзі сіздің осындағы барлық теңгеріміңізді білдіреді. Бірақ Bybit биржасында банк депозитіне ұқсас қызмет түрі бар. Ол оңай табыс табу, немесе ағылшынша өз аты easy earn. Биржада жаңадан тіркелген пайдаланушылар үшін экранда көріп отырғандай бастапқыда 555% немесе 777% 2 және 3 күнге ашуға болады. Содан кейін ұзақ мерзімде ашқыңыз келсе, онда ол 5,172% болады. Енді осы туралы толығырақ. Бізде бастапқы бетте мына төменде оң жақта активтер деген бар. Осы жерде біздің барлық қаражатымызды көре аламыз. Қарасақ, бізде 2 шот бар. Біріншісі қаржыландыру, екіншісі бірыңғай сауда. Жаңағы оңай табысқа қосу үшін барлық қаражат қаржыландыру шотында тұру керек. Сол үшін қазір бірыңғай саудаға көшемін де, сондағы қолжетімді USDT-ді жаңағы қаржыландыруға ауыстырамын. Төменде сол жақта аудару, қаржыландыру шотынан біріккен сауда шотына, жерден макс деймін, барлық, жоқ, керісінше, біріккен саудадан қаржыландыруға макс деймін, неде барлығы 30 USDT-ді аудара алады екенмін. Растау деймін. Енді қайтадан ораламын. Менің қаржыландыру шотымда 122,57 USD немесе 127,57 USD тұр. Енді осының үстіне, осы USD-дің үстіне басамын. Ішіне кірген кезде сәл төменде икемді оңай табыс табу деген USDT тұр, 5,73. Соның үстіне басамын. Енді осы жерде жоғарыда таңдау бар. 2 күнге немесе 3 күнге болады қоюға. Бұл бір-ақ рет беріледі жаңадан тіркелген пайдаланушыларға, одан кейін бұл 3 күнге берілмейді. Енді осыны таңдаймын. 3 күн 777%-бен нерден максты басам, барлығы 122 USDT. Соның астында қазір инвестициялаңыз батырмасын басам. Қазір стейкинг жасаңыз. Міне сәтті инвестицияланды. Неде активтерді көруді басуға болады. Мына жерде жалпы активтер жүріп жатқаны табыстылығын көрсетеді. Және артқа көшсек, шоттар тұрған жерге барсақ, мына жерде барлығы қарасаңыз жоғарыда қаржыландыру 0 тұр, астында табыс деген инвестициялық өнімде барлық біздің қаражатымыз тұр деген сөз. Бұл енді 3 күн тұрады, 3 күннен кейін қарап көруге болады.